Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді құрт дайындаймыз, менімен бірге болыңыз. Алдымен бізге осындай сүзбе керек. Сүзбеміз міне өте жұмсақ сүзбе, осындай таза ыдысқа салып аламыз. Және менің сүзбем осылай қатты ащы емес. Және арасын ашып, майымызды саламыз, 80 грамм майымызды, және бетін кері сүзбемен жауып қоямыз. Енді отымызды осындай баяу отта пісіресіздер, міндетті түрде аяғына дейін піскенше баяу отта пісіресіздер. Және осылай өзі ериді, 15 минут ішінде осылай барлығы өзі ериді майдың. Содан кейін араластырасыздар бәрін. Міне осындай болып араласу керек. Міне бізде осындай қайнаған кезде сұп-сұйық су сияқты болып қалады. Бұған шошымаңыздар, ол осындай болу керек. Осылай етіп, қазір барлығы өзі тартылады. Міндетті түрде астын шығармаңыздар және бетін жаппаңыздар. Бетін жаппайсыздар, осылай тек қана аяғына дейін осылай тұру керек. Бұл 1 сағат жарымда уже қайнап піседі. Міне сүзбеміз осылай кішкене қоюлана бастаған кезде біз секерімізді саламыз. Және міндетті түрде астын әлсін былғап тұрасыздар, өйткені оның асты жабысып қалмау керек. Айналасын бәрін тазартып былғайсыздар. Және мен 500 грамм секер салдым. Дәміне қарай 700 грамм салсаңыз да өздеріңіз білесіздер, бірақ 2 килограммға мен сүзбем тұщы болғандықтан 500 грамм салдым. Міне біздің секер салғаннан кейін оның түсі өзгереді, қоңырқай сарғылт түске өзгереді. Және өте жиі араластырып тұруларыңыз қажет, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Және осындай болып 1 сағат жарым ішінде уже қоюланады, осындай болып қою болып шығады. Және өте тез қайнайтын болады олар. Міне біздің құртымыз өте тез қайнап жатыр, әрі дайын болып қалды. Міне көріп тұрсыздар, қою болып шығады, осындай суының бәрі тартылады, бетін мүлде жаппайсыздар. Мінекей достар, біздің қайнатылған құртымыз дайын. Осындай болып шығу керек, сап-сары түсті, қоймалжың болып. Бұны әсіресе үлкен кісілеріміз өте жақсы көреді, сондықтан жақындарыңызды қуантып, ата-әжелеріңізге міндетті түрде жасап беріңіздер. Достар, егер видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Ас болсын!